ашып жатырсыздар. Bu da bir үлкен жақсылықтың басы болар. Сондай жақсылық көп болсын елде. Енді бұл бір жақсы біткен іс болды. Өйткені себебі осы Маңғыстау азаматтарының мойнында қарыз болып, шешілмей жүрген көп мәселелердің ішіндегі басты біреуі осы еді. Оның себебі заң бойынша үкіметтің ақшасын кешті салуға пайдалануға болмайды. Жеке мекемелердің, жеке кісілердің, азаматтардың қаржысымен салынатын шаруа. Сондықтан көптен осы мәселе шешімін табылмай жүреді. Осы мәселенің басталуына үлкен себепкер болған азаматтың бірі Қайрат Салтыбатұлы деген азамат. Осы жерде тұрған, жаңа өздеріңізге аты-жөнін қайта айтып жатыр ғой. Сол азамат маған қайта шығып, осы мешіті жоқ екі облыстың бірі еді. Екеуміз осыған қозғау салмасақ, басқа қозғалатын адам жоқ деп содан бастап кетіп едік. Көп азамат көмектесті, жаңа естіп жатырсыздар, бірақ оның бәрі де аз болды. Мешіттің құрылысы тоқтап қалуға айналды бір кезде. Сол уақытта амал жоқ, елбасы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мен бір өтініш жасағанмын. Нұреке, мынау бір іс басталды, үлкен іс, осы кішкене кідіріп қалатын реті бар, сәл көмектеспесеңіз деп. Сол тура тек сол моментінде үлкен Қазақстанның 3-4 мекемесіне тәртіп беріп, $1,5 миллион осы мешітке салуға бергіздірді. Сол кезде ол кісі айтып еді, ертең мешіт біткеннен кейін айт еліңе, халқыңа, мешіттің атын Бекет атаның қойсын деп, міне ол да орындалды. Бәрі енді реті-ретіменен болып жатқан шаруа. Осындай жақсылық елімізде көп болсын. Енді өздеріңізде байқап отырсыздар ғой, сәл-сәлменен экономикада көтеріліп жатыр, елдің еңсесі де көтеріліп жатыр. Сонымен қоса осындай елге қажетті шаруалар да бітіп жатыр. Бәрі де оң болсын, құтты болсын.